запись жасалып жатыр. Сәлеметсіңдер ме тағы да? Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз арыз, оның түрлері. Тағы да есімізге түсіріп кетейік, біз үйге берілген тапсырма қандай болатын? Қандай тақырыпты өттік біз үйге? Өмірбаян және мінездеме. Өмірбаян, мінездеме. Мінездеме қай кезде жазылады екен? Өмірбаянның жазылу үлгісі қандай? Ой бөлісіп отырайық. Үйге берілген тапсырманы еске түсіру барысында. Өмірбаян дегеніміз не екен? Кім айтады? Адамның туған сәтіне Өмірбаян деген не адамның жазылады? жолы. Я, жақсы. адам туралы жазылады. Аты жөні, туған күні, айы, отбасы, Туған күні, айы, жылы, туылған жері, сосын тағы қандай Осы туралы мәліметтер толық жазылады? жазылады. туралы, қандай оқу орнын, қандай жұмыс. мекен-жайы, Қандай оқу орнын бітіргені туралы, қандай жұмыс орнында жұмыс Иә. жасайтындығы туралы, жалпы өзінің осы жасқа келгенге дейінгі уақыт аралығында не жұмыс атқарғандығы жөнінде, туылған Жазады. жылын, қай жерде өмір сүрді, отбасы қандай екендігі туралы бүкіл адамның жеке мәліметі жазылады екен, иә? Ал мінездемеде не жазылады екен? орнын бітірген кездегі соның өзінің яғни адам болып қалыптасқан кездегі тұлғалық мінездемесін басқа оқу Ортасында орнында қандай мінезбен көрінді, сол мінезді мінездеме ретінде жазып береді. Тағы кім қандай ой қосады? Аружан, еркін стильде жазылады. Мысалы, Рамазан, ашық мінезді, жақсы, жан-жағымен тіл табысып кете алады. Жалпы сұрап отырған мекемеге берілетін сол адам жөніндегі бүкіл толық мәлімет жазылады, иә? Ол адамның мінезінің қандай екенін, жасы, Қандай туылған жұмысқа жері, жақын, ол жауапты жерде ма? жауапкершілігі жөнінде толық мәлімет алады екен. Жақсы. Олай болса, біз әрмен қарай сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы арыз, оның түрлері. Жалпы біз арыз туралы білеміз ба мәліметті? Арыз дегеніміз не екен? Арыз қай уақытта жазылады? Арыздың қандай түрлері бар? Кім айтады? Сізге шағымданған кезде, немесе ол кісінің өзінің Қай уақытта шағымдану? Сендердің өмірлерінде кездесті ма осындай оқиға? Арыз жазу, яғни шағым. Болды ма? Кім айтады? Шара болды ма сенде? Анел, қырмызы. Адам баласы жәбір көрген кезде, Дұрыс айтасың, жәбір көрген кезде. Тағы қандай жағдайда болады? Өз құқығында жазылады. Қай жағдайда? Құқығын қорғау мақсатында. Немесе Дұрыс айтасыңдар, өз басының құқығын қорғау мақсатында. жұмыстан шығатын болсаң да, жұмыстан шығатын кезде де Қызметке орналасу барысында, қызметтен шығу барысында да жазылады екен, Арыз иә? жазады. Түсінікті, түсінігіміз бар екен. Жалпы енді біз бүгін осы сабақ барысында нені үйренеміз? Сабақтың негізгі мақсаты осы біз арыз тақырыбын, арыздың түрлері тақырыбын өту барысында осы арыздың жазылу құрылымымен танысасыздар. Сонымен қатар біз күнделікті қолданыс барысында қалай жазу керектігін үйренесіздер бүгінгі сабақ барысында. Жақсы, олай болса әрмен қарай сабағымызды жалғастырамыз. Жалпы біз білеміз, іс қағаздары мазмұны мен қызметіне қарай неше топқа бөлінеді екен? үш топқа бөлінеді екен. Қандай топқа бөлінеді? Еске түсіріп кетейік. Рамазан айта қойшы. Жеке адамның өмірі, Дұрыс айтасыңдар. Жеке адам өміріне қатысты құжаттар, сонымен қатар азаматтық қарым-қатынас, азаматтық қарым-қатынастарды реттейтін құжаттар және де басқару, ұйымдастыру қызметіне қатысты құжаттар. басқару, ұйымдастыру қызметіне қатысты құжаттар болып табылады екен. Жақсы. Әрмен қарай жалғастырамыз. Енді біз осы жеке адам өміріне қатысты құжаттар жөнінде түйіндеме, өмірбаян, жеке іс парағы,
өтініш, сосын әрмен қарай Арыз, Арыз, мінездеме, мгм, кепілдеме, визит визит карточкасы. карточкасы. Яғни біздің өтетін бүгінгі тақырыбымыз қандай тақырып болды? Арыз. Арыз, Арыз. оның Арыз. түрлері болып табылады. Жақсы. Бұл жерде арыз дегеніміздің не екені жөнінде нақты мәлімет берілген. Арыз азаматтардың заң арқылы қорғалатын жеке құқықтары бұзылған жағдайда, яғни жеке құқығымыз бұзылған жағдайда, оны қалпына келтіру туралы талап тілек айтылып, Талап заңдық тұрғыда өз құқығын қорғау өз мақсатында құқығын жазылатын қорғау мақсатында жазылатын қағазын іс қағаз. қағазының бір түрі болып табылады екен. Есімізде сақталды ғой, иә? Яғни бұл жерде жеке адамның құқығы бұзылған жағдайда оған қатысты жазылатын талап заң тілек. арқылы қорғалынады. Өз Аха. құқығын қорғау Өз мақсатында құқығыңды жазылатын. қорғайтын мақсатында жазылатын іс қағаз болып табылады екен. Енді арыз дейді. Бұл жеке адамның қандай да бір ұйым басшысына, лауазымы жағынан жоғары тұрған адамның атына немесе заңды тұлғаға өзінің құқықтары мен мүдделерін іске асыру немесе қорғау үшін жазылатын құжат түрі болып табылады екен. түрі. Осы арыздың негізгі мақсаты қандай екен? Азаматтардың бұзылған құқықтарын заңдық тұрғыда қалпына келтіруді талап ету арызда Аха. деректер нақты көрсетілуі керек. Көрсетілу керек. Арыз жазған кезде міндетті түрде нақты Нақты деректер Деректері, дәлелдері отыру болу керек. Дұрыс айтасыздар. Сонымен қатар арыз көбінесе қандай жағдайда жазылады? Кімнің атынан жазылады? Жеке адамнан Жеке жазылады. адамның Дұрыс айтасыздар. Жеке адамның атынан жазылады екен. Сондай-ақ ұжымның мүддесін көздейтін ұжымдық арыз түрлері де Арыз болады. түрлері де болады. Жақсы. Әрмен қарай арыз белгілі бір себеппен ғана жазылады. Әдетте ол бір ғана мәселе көтерілетін болса, арыз онда айтылған мәселені шешуге құқығы бар лауазым иесіне қатысты жазылатын құжат түрі болып табылады. Жақсы. Олай болса біз арыз туралы айтамыз. Арыздың неше түрі бар екен? Үш түрі бар. Үш түрі бар. Арыздың үш түрі бар Үш түрі екен. бар. Қандай түрлері бар екен? өтініш Өтініш арыз шағым түрінде жазылатын Түсініктеме түрінде жазылатын арыз. түсініктеме түрінде жазылатын арыз түрлері бар екен. Ал жақсы, енді осы түрлерімен танысып кетейік. Бірінші өтініш түріндегі арыз қалай жазылады екен? белгілі бір Белгілі Біреуіміз айтамыз, иә? бір Жақсы. Белгілі бір тұлғаның бір нәрсеге риза болмай арыздануы. Бірақ арызданушы шара қолдануды емес, өзінің талап тілегінің орындалуын сұрайды екен бұл жерде. Мысалын оқиықшы. 377 Номері 377 дәріханасының суық болуына байланысты бірнеше студент суықтап ауырып, сол себепті басқа дәрісханаға ауыстыруды сұрады. Яғни бұл жерде не айтылып тұр екен? Өтініш түріндегі Өтініш түсініктеме. өзінің талап тілегін неғып тұр? Өтініш түріндегі арыз түрінде айтып тұр екен, иә? Жақсы. Дұрыс айтасыздар. Әрмен қарай. Бұл енді түсініктеме түрінде жазылатын арыз екен. Бұнда не айтылған? белгілі бір оқиғаға байланысты мәселенің дұрыс шешілмей, жәбірленушінің болған оқиғаны нақты түсіндіре отырып, қарсы арыздануы. Мысалға, көліктердің соқтығысуына байланысты болған оқиғаға куәгерлерді тарту арқылы нақты Деректермен дәлелдеу деректермен болып табылады екен. Яғни бұл түсініктеме түрінде жазылатын арыздың түрі екен. Түсіндік па? Жақсы, келесі арыз түрін қараймыз. Яғни бұл жерде арыздың осы жазылатын негізгі тәртіп айтылған. Арыз қандай форматта параққа жазылады екен? A4. Яғни A4 форматтағы қағаздың оң жақ шетіне бір бағанның бойына кімге жазылатын жөнінде. Яғни сіз кімге жазасыз ол арызды? Әрмен қарай одан кейін бір жол тасталады екенді. Кімнің жазғаны, яғни өзіңіздің аты жөніңізді жазасыз. Оның ортасына не жазылады? Арыз жазылады екен. Қою қара әріппен құжаттың аты жазылады, яғни арыз деп жазамыз. Одан кейін тағы да бір жол тастайсыз да, азат жолдан бастап бас әріппен өзіңіздің жазатын мәтініңіз басталады екен. Мәтіннің негізгі құрылымы қандай екен?
Кімге жазылғаны, жазылғаны, кімге мекеменің мекеменің жазылғаны, толық атауы, лауазымы, аты аты жөні, жөні, дәрежесі. дәрежесі. атауы, негізгі мәтін Атағы. жазылады екен, сосын жазылған мерзімі жазылады, уақыты, яғни арыз иесінің қолы немесе мазмұнмен мазмұн. келіспеуінің Арыз мазмұны, қолы қойылады екен. Түсіндік қой, бұл арыздың жазылу тәртібі болып табылады. Мына жерде құрылымы көрсеткен. Есімізде сақтап отырамыз. Енді негізгі мәтін кіріспе сөзден басталады. Яғни бұл жерде не жазылған, мысалға келтірген, я? Не дейді? Менің сізге арыз беру себебім. Ары қарай құжаттың мәнін ашатын, арыз жазуға себеп болып отырған негізгі мәселе сөз болады. Мәтіннің соңында күнделікті қызмет этикасын сақтау сөздерін қолдана отырып, адрестан қандай шешімін күтетіндігін жазылады. Мысалы, айтылғандарды ескере отырып, шара қолдануыңызды сұраймын. Мәселен, шешіп беруіңізді сұраймын. Тағы сол Осы сияқты. сияқты көптеген мәтінді нақты мәтін жазылады бұл жерде. Өзінің шешіміне қарай негізгі мәтіннің ішінде кіріспе сөзден осылай басталады екен. Түсіндік қой? Иә. Жақсы. Әрмен қарай бұл жерде біз жаңа айтып кеткеніміздей арыздың 3 түрін айтып кеттік, иә? Соның ішіндегі бұл бірінші үлгі өтініш түрінде жазылған арыздың түрі. Бұл жерде не айтылыпты? Аружан, көріп отырмыз ба? Мен сізге арыз жазу себебім көктемдегі семестрдегі сабақ семестріндегі сабақ кестенің қолайсыздығы өз кезінде маған зиянын тигізіп, уақытымды тиімді пайдалануға қолайсыздық тудыруда. Осы мәселеге байланысты сабақ кестесін оңтайлы құруға көмектесуіңізді сұраймын. Яғни бұл жерде бағана біз айтып өткен мәселелер қозғалған ба? Бірінші не жазылған? Оң жақ шетіне А4 форматтағы қағаздың арыз жазылды, иә? Өз жөнінде мәліметтер кеткен. Оның ортасына құжаттың аты жазылған екен. Содан кейін мәтін жазылған екен. Азат жолмен, бас әріппен дұрыс айтасыңдар. Азат жолмен жазылған екен, бас әріппен. Ең соңына мына жерге уақыты жазылады, соңына қолы қойылады екен. Дұрыс айтасыздар. Келесі шағым түрі. Кім айтады екен? Кім оқиды? Анель, оқимыз ба? Иә. Жақсы, оқиды. Менің сізге арыз беру себебім уақытымның басым бөлігі университетте өтуіне байланысты асханадан тамақтануыма тура келеді. Бірақ номері бірінші асхананың қызмет көрсету дәрежесі төмен, тамақтардың сапасы нашар, бағасына сай емес. Аспаздар өз қызметін дұрыс атқармайды. Асхана басшысына ауызша және жазбаша түрде де шағымдандық. Бірақ еш нәтиже болмады. Осы мәселелерді ескере отырып шара қолдануыңызды сұраймыз. Жақсы. Бұл жерде шағым көрініп тұр ма? Мәтінде. Шағым арыз деген көрініп тұр. Яғни шағымды алып тұрғанын көреміз. Нақты мәтіннің ішінде көрсетіліп тұр. Сондықтан бұның біз шағым арыз екенін нақты көре алады екенбіз. Түсіндік па? Иә. Жақсы. Келесі осы шағым түрінің үшінші түрі. Назым, оқи қойшы. Назым, көрініп тұр ма саған? Көрініп тұрған жоқ, апай. Көрініп тұрған жоқ па? Бұлдырап тұр. Кімге көрініп тұр? Маған көрініп тұр. Жақсы, Аруна, оқи қой. Қазір. Жақсы, оқи бер. Менің сізге арыз жазу себебім Оқи бер, Менің сізге арыз жазу себебім 2013 жылдың 18 қаңтар күні сағат 14:00-де Төле би мен Әуезов көшелерінің қиылысындағы Меруерт дүкенінен 1 литрлік айналайын сүтін майлылығы 6%, бағасы 250 теңге. Қолдану мерзімі 01.01.11 сериясы жазылған, сонымен қатар сатып алған болатынмын. Оның сапасы төмен, жарамсыз болып шықты. Қолымдағы шекпен сатушыға келіп сүтті ауыстырып беруін немесе ақшасын қайтаруды талап еттім. Бірақ менің талабым қанағаттандырылмады. Сол себептен осы мәселеге байланысты шара қолдануыңызды сұраймын. Жақсы.
Бұл жерде уақытысы жазылған, сосын арызданушының және қолы қойылады. қолы. Түсіндік қой. Бізге бірнеше арыздың түрлері жөнінде мәлімет берілді. Енді бұл жердегі өтініш пен арыздың қандай ерекшелігі бар екен? Өтініш дегеніміз не екен? Азаматтардың жеке құқықтары мен мүдделерінің жүзеге асырылуы түрде жазбаша баяндалып, өтіну, өтініш білдіру, сұрау туралы лауазымды тұлғаға бағытталған ресми құжат. Дұрыс айтасың. Енді арыз дегеніміз не екен? азаматтардың заң арқылы қорғалып, Азаматтардың заң құқықтары бұзылған жағдайда жеке оның жеке құқықтары бұзылған жағдайда оның Жағдайда Қалпына оны келтіру қалпына келтіру туралы талапАда тілегі өз- айтылып, заңды тұлғада әрмен қарай өз құқығын қорғау мақсатында жазылатын іс қағазы. жазылатын қағаздың түрі болып табылады. түрі екен. Дұрыс айтасыздар. Енді өтініш пен арыздың ерекшелігін білдік қой. Иә, Өтініш білдіру, өтіну мақсатында, сұрау мақсатында айтылатын болса, бұл жерде арызда, яғни құқығын қорғау мақсатында жазылатын іс қағаздың түрі болып табылады екен. Жақсы. Әрмен қарай мына жерде көріп отқандарыңыздай арыздың үлгісі беріліп тұр. Көріп отырмыз ба? Міне А4 форматта жоғары оң жақ шетіне көрсетілген. Мына жерге арыз туралы, одан кейін негізгі мәтін, соңына біздің қолымыз қойылады, күн жазылады екен. Түсіндік қой? Жақсы. Олай белгілі болса, бір мына дайын тұрған жерде- үлгісі. нақты үлгісі. Мына жерде жаңа біз айтып өткеніміздей өтініш пен арыздың негізгі бір-бірінен айырмашылығы. болып тұр. Оның екеуі де ортақ белгілері, екеуі де жеке адам өміріне қатысты құжаттар болып табылады. Безендірулері екеуінің де оң жақ шетіне жазылады, иә? Кімге жазатынын, құрылымы да жазатынын бірдей. жөнінде құрылымы да бірдей. Сонымен мына жерде мәселені шеше алатын лауазымды адам атына жазылады. Бұл жерде де дәл солай. Екеуінде де осындай ортақ белгілері бар құжаттар болып табылады екен. Енді мына жерге сіздерге тапсырма беріліп тұр. Керекті тілдік бірліктерді қойып, көшіріп жазыңыз. Бұл жерде қандай тілдік бірлікті қоямыз? Ауызша айтып кетейікші. Мысалы, Талдықорған қаласы бері 5-ші ықшам ауданында орналасқан 37-ші үйде 2000 жылдың 20 қаңтарынан бері қандай тілдік бірлікті қоямыз? Жылу берілмей отыр. Ал жақсы, жылу берілмей отыр. Сосын екінші, бірнеше рет хабарласқанымызбен еш нәтиже жоқ. Қайда? Бірнеше рет хабарласқанымыз. Тиісті орындарға. Тиісті орындарға, дұрыс айтасыздар. Әрмен қарай 5-ші ықшам ауданында орналасқан 37-ші үйдің жылумен қамтамасыз етілу үшін жылу жүйесінің, мына жерге қандай сөз қоямыз? Қамтамасыз етілу үшін шара қолдануын сұраймыз. Нұсқау беруіңізді дейміз бірінші. Етілу үшін нұсқау беруіңізді, жылу жүйесінің дұрыс жұмыс істеуін ретке келтіре алмай отырған лауазымды адамдарға шара қолдануыңызды сөз тіркесін қоямыз. Түсіндік па? иә. Жақсы. Әрмен қарай мына жерді сөйлемді дұрыс құрастырып жіберейікші. Бұл сіздерге арналған практикалық тапсырма. Заң талаптарына қызметкердің қайшы келеді әрекеттері. Қызметкердің заң талаптарына қайшы келеді. әрекеттері қайшы келеді. Екінші, өтінішім бүгінгі менің күнге дейінгі менің өтінішім жауапсыз қалып отыр екен. Жақсы, келесі. Жиналыстың шешімі заңды емес. Дұрыс. Одан кейін тездетіп айтып кетейік. Атқара алмай, өз міндетін дұрыс атқара алмай отыр. Жақсы, келесі. Орындаудан бас тартып Өз міндетін орындаудан бас тартып отыр. Келесі. Арыз бойынша тексеріс жүргізуіңізді сұраймыз. Келесі. Жауапсыз қалып отыр. Жазылған арызды мәліметтер Емес. Арызда жазылған мәліметтер расталған жоқ. Жақсы. Дұрыс айтасыздар. Жалпы біздің арыз туралы ойымыз бағанағы айтылған мақсатқа жете алдық па?
Арыз түрлерін біле алдық та, қалай жазылу Иә. керек екенін Иә. үйрендік па? Иә. Үйрендік па? Нақты айтамыз. Иә. Жақсы, Иә. үйрене алдым. Жақсы. Олай болса, бұл жерде сіздерге қосымша білім алуға Қосымша білім арналған алуға. сілтемелер көрсетіліп тұр. Осы Сілтемелер. сілтемелерді баса отырып, біз қосымша арыз түрлеріне байланысты арыздардың үлгісін көре аламыз. Енді сіздерге беріліп отыр үй тапсырмасы. Бірінші тапсырма, осы арыз түрлер туралы көрген мәліметтерді дәптерге тірек сызбаға түсіресіздер. Екінші тапсырма, мына жерде сіздерге сөйлем беріліп тұр. Осы сөйлемдерді жаңағындай біз дұрыс орнына қойып кетеміз. Келесі үшінші тапсырма, арыз түрлерінің жазылу үлгісіне мысал жазыңыздар. Түсіндік қой? Иә. Жақсы. Сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Түсінбеген жерлеріңіз бар ма? Жоқ, апай түсіндік бәрін. Жақсы. Түсінсек, онда тапсырмаларды орындауға кірісеміз. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Жақсы.